Асқабақ өте пайдалы және қоректік қасиеттері мол көкөніс. Оның құрамында көптеген дәрумендер, минералдар, антиоксиданттар мен талшықтар бар, сондықтан ол денсаулыққа көптеген пайдалы әсерлер береді. Асқабақтың пайдасы туралы толығырақ мәліметтер төменде көрсетілген. 1. Жүрек және қан тамырларының денсаулығы. Асқабақтың құрамында калий мен магний көп, олар жүрек-қан тамырлары жүйесін қолдауға маңызды рөл атқарады. Калий қан қысымын реттеуге көмектеседі, ал магний жүрек жұмысын тұрақтандырады. Бұл көкөніс құрамындағы клетчаткада холестерин деңгейін төмендетуге ықпал етеді. 2. Иммунитетті нығайту. Асқабақтың құрамында С витамині мен А витамині көп, олар иммундық жүйені күшейтуге және ағзаны инфекциялардан қорғауға көмектеседі. Бета-каротин витаминнің прекурсоры, ағзаның жасушаларын қорғайды, сонымен қатар тері мен көздің денсаулығына пайдалы. 3. Қауіпті аурулардың алдын алу. Асқабақта көп мөлшерде антиоксиданттар бар, олар еркін радикалдардың әсерін азайтып, ағзаның қартаю процесін баяулатады. Сонымен қатар антиоксиданттар қатерлі ісік ауруларына қарсы күресуге көмектеседі. Мысалы, асқабақтың құрамында кездесетін альфа және бета-каротиндер жасушалардың зақымдалуын болдырмайды. 4. Қоректік заттар мен энергия көзі. Асқабақта көмірсулар, ақуыздар және майлар аз, бірақ талшықтарға өте бай. Бұл оның ас қорыту жүйесіне пайдалы әсерін тигізеді. Асқабақтың құрамындағы калориялары аз, сондықтан арықтауға немесе салмақты бақылауға тырысатын адамдар үшін тамаша таңдау. 5. Ас қорыту жүйесін қолдау. Асқабақтың құрамында көп мөлшерде талшық бар, ол ас қорыту жүйесін жақсартады, ішек қызметін реттейді және іш қатуды болдырмайды. Талшықтың көптігі асқазан мен ішектің жұмысын қалыпқа келтіріп, асқазан ішек ауруларының алдын алады. 6. Теріге пайдасы. Асқабақтың құрамындағы А витамині терінің саулығы үшін өте маңызды. Ол тері клеткаларының жаңаруына ықпал етеді, құрғақтықты болдырмайды және теріні жұмсақ әрі серпімді етеді. Сонымен қатар асқабақтың құрамында цинк да бар, ол терінің қабынуын және акнелерді емдеуде пайдалы болуы мүмкін. 7. Көздің денсаулығы. Асқабақтың құрамындағы бета-каротин мен лютеин көздің денсаулығы үшін өте пайдалы. Олар көзді ультракүлгін сәулелер мен басқа да зиянды әсерлерден қорғайды, сонымен қатар жасқа байланысты көру қабілетінің төмендеуін, макулярлы деградация болдырмайды. 8. Жүйке жүйесін қолдау. Асқабақта көп мөлшерде магний бар, ол жүйке жүйесінің жұмысын жақсартуға және стресске төтеп беруге көмектеседі. Магний жүйке импульстарының берілуін қамтамасыз етіп, ұйқының сапасын жақсартуға ықпал етеді. 9. Қанның құрамын жақсарту. Асқабақта темір мен фолий қышқылы да бар, олар қанның құрамын жақсартуға көмектеседі. Темір эритроциттердің, қызыл қан клеткаларының түзілуіне қатысады, ал фолий қышқылы жаңа жасушалардың түзілуіне ықпал етеді. 10. Салмақты бақылауға көмектеседі. Асқабақтың калориясы төмен, бірақ талшыққа бай болғандықтан ұзақ уақыт бойы тойымды сезіну үшін жақсы таңдау болып табылады. Ол артық салмақтан арылуға немесе салмақты ұстап тұруға көмектеседі. 11. Тері астындағы майды жағуға ықпал етеді. Асқабақтың құрамындағы салауатты майлар, мысалы, омега-3, тері астындағы майларды жағуға көмектеседі. Бұл метаболизмді жылдамдатып, ағзаны тазартады. Асқабақты қалай пайдалану керек? Асқабақтың барлық пайдалы қасиеттерін сақтап қалу үшін оны әртүрлі тәсілдермен дайындауға болады. Тұзды немесе тәтті тағамдарда асқабақты пісіріп, пюре жасап немесе сорпаға қосып пайдалануға болады. Асқабақтың тұқымдары да өте пайдалы, оларды қуырылған күйде жеуге болады. Тұқымдарда мырыш, магний және омега-3 май қышқылдары бар, салаттар мен смузи, асқабақ салаттарда немесе смузиде қолдануға да болады. Асқабақ шырыны да пайдалы, ол ағзаны ылғалдандырып, иммунитетті күшейтуге көмектеседі. Асқабақ өте пайдалы және қоректік көкөніс, ол көптеген денсаулық мәселелерін шешуге көмектеседі. Оның құрамындағы дәрумендер, минералдар мен талшықтар ағзаның дұрыс жұмыс істеуіне ықпал етеді.